Қалалық жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар мен қоғамдық даму бөлімдері мамандары Тасбөген кентінің тұрғындарымен кездесті. Басқосуда адам саудасы, отбасылық зорлық-зомбылық тақырыптары қозғалып, кеңінен талқыланды. Жалпы мақсаты адамдарды заңсыз әкетуге, әкелуге және сатуға қарсы күрес, бала еңбегін заңсыз пайдалану мәселелері, отбасындағы тұрмыстық зорлық-зомбылықтың, жасөспірімдерге жыныстық қол сұғушылықтың алдын алу және ерлер мен әйелдердің тең құқықтарын ілгерілету бойынша ақпараттандыру болып табылады. Кездесуде адам саудасы, отбасындағы зорлық-зомбылық, осы тұрғыда жаңадан қабылданған заңдар және отбасы құндылықтары бойынша жан-жақты түсіндіріліп, ауыл тұрғындарының сауалдарына тұшымды ақпар берілді. Бұл тұста ата-аналар өз балаларымен ашық сөйлесіп, үнемі назардан тыс қалдырмай қадағалау, кез келген адам қандай да бір зорлық-зомбылықтың түріне тап болған жағдайда жедел желілерге хабарласу керектігі де айтылды. Айта кетейік, аталған тақырыптағы кездесулер өзге де ауылдық округтерде және мемлекеттік мекемелер мен оқу орындарында өз жалғасын табатын болады.